иә, сіздермен бірге мен тағы да Қазақ Про. Достар, біздер бүгін жаңадан қайтадан видео шығарайын деп тұрмыз. Иә, енді бұл видеода көріп тұрғандарыңыздай мен атым Қазақ Про деп тұр. Иә, өткен достар шаршап қойдым енді. Біз өзгерт деп жатқандай достар, иә. Қазір өзгертеміз, атымызды 80 намаз жинап алдым достар, иә. Енді достар, бағанағы видеоны көрдіңдер ме, ұнады ма, жазып кетіңдер пікірлеріңді комментарияда. Сосын осы видеоға бір елу лайктар жинап жіберіңдер. Енді білемін неге сіз бір күннің ішінде 2 видео неге салдым дегендей. Иә, просто өзім енді видеоға түсіргенден, иә, өткені ұмытқалмасын деп кейбір адамдар шақырды, Қазақ Про қайда, менде Қазақ Про жоқ деп. Міне достар, мен қазір магазинге кіреміз. Мен келдім өзімнің жеге. Міне қараңыздар, жеге атымды өзгертетін боламын. Аламыз жеге, міне карта дегеннен аламыз. Подтвердить жазыңыздар. Қазір атымызды өзгертетін боламыз. Егер тықылдап жатқан достар шығып жатса, достар кешірім сұраймын. Новый наушники жинап жатырмын. Иә, расходите міне использовать етеміз атымызды. Міне өзімнің атым Қазақ Про деп тұрады атымды. Жеге мен қазір атымды скопировать етіп келемін, сөз бастаймын. Достар, біз жалғастырамыз. Міне қараңыздар, енді біз былай істейміз. Достар, міне менің атым осындай болады. Қазақ Про деген, Қазақ Про деген өте әдемі ат достар, иә, сіздер үшін. Біз оқты басайық та, ал достар, біздің көріп тұрғандарыңыздай подтвердить деген басамыз. Ал кетті, ал жеге басылы ник успешно изменен дейді. Ал достар, міне егер мен атымды білмей жатсаңдар, менің атым осылай болады, Қазақ Про достар, иә. Егер сіздерге осы видео ұнаса, аямай лайктарыңызды басып, арнаға көтеруіңізді сұраймын. Ал достар, сіздермен болған мен Қазақ Про. Сау болыңыздар.